Қайырлы күн балалар. Қазір қандай сабақ? Сабаққа дайынбыз ба? Дайынбыз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Қараңдаршы балалар, бізге күн күлімдеп қарап тұр. Олай болса, күннің жылуын сезініп, шаттық шеңберін құрып, күнмен амандасайық. Тұрайық. Менмен бірге қайталаймыз, жақсы ма? Ал, қарай. Кішкене шеңберді қояйық. Амансың ба алтын күн? Айда, амансың ба алтын күн? Амансың ба көк аспан? Амансың ба көк аспан? Амансың ба достарым? Сендерді көрсем, қуанам. Өте жақсы. Отыра қояйық. Балалар, қазір далада жылдың қай мезгілі? Қыс. Қыс белгілерін атқа айтамыз. Ал, сөйлете не болып отырмыз? Шаңғы. Айтады. Шаңғы, күрек, аққала, нау. Балалар, да? Балалар Балалар істеді? далада ойнап жүр. Шанамен, Шанамен сырғанап ойнап жүр. шаңғымен, және Мен аққала. ал біз қалай киінеміз қыздар? Қалың. Қалың киінеміз. Өте жақсы балалар. Олай болса, ілінбелі, күндізбелі отырайық. Қазір жылдың қай мезгілі деді? Қыс. Кел, тұра қой. Өте жақсы. Ал балалар, қыс айларын атайықшы. Қыста 3 ай бар деді. Қалай? Желтоқсан, қаңтар, сосын ақпан. Қазір жылдың қай айы? Қыстың қай айы? Ақпан келе ғой. Қайсы? Ақпан дейді, қызылмен жазып тұр. Қыстың үстінде тұр. Өте жақсы. Жақсы балалар. Ал ақпанның нешесі бүгін? 13. Кел. Айдана. 13 деген сөз. Сан табан келе ғой. Айдана келе ғой. Кімге шегейін. Ал барда 13 деген сан табан. 1, 3. 1 сосын 3. Айдана қара шеш. 1, 3. Міне үстінде. Өте жақсы. Айдана кішкене шатасып кетті. Ал аптаның қай күні балалар? Жұма. Қайсы кел табағы? Ждан бастап. Жома. Дұрыс. Өте жақсы. Ал ауа райы қандай балалар қазір? Күн бұлтты. Жаңбыр жауып. Кел қимырат таба қойшы. Бұлт жаңбыр деген таба. Сосын тағы да бұлтты деші. Кел сабыр. Дұрыстап қоямын. Өте жақсы балалар. Ақпан айы жасампаздық пен жаңашылдық айы. Осы аптаның дәйек сөзі шығармашыл бала, ойлы бала. Осы дәйек сөздің мағынасын сабақ барысында ашатын боламыз. Ал енді балалар, бері қарай өткен тақырыпты бекітейік. Ал суреттен не көріп тұрмыз? Кімдерді көріп тұрмыз? Баланы, әжені. Дұрыс айтасың. Әже, бала. Кешегі өткен мәтініміз. Ал әже мен бала, немере арасында қандай сұрақтар қойды әжесіне? Әжесіне туған қашан болады? Дұрыс айтасың. Бек болады немересі әжесіне. Ал әжесіне деп жауап берді? Білмеймін. Сосын? Болады. Иә.
сен? жеті, 8-ші сегізінші қаңтар, наурыз. наурыз, 8-ші наурыз қай күн? сегізінші наурыз, Аналар күні. аналар күні. Яғни әжесінің туған күнін Бекболат немересі наурыздың 8-і деп тойлайды дейді. Әжесі келсе ма? Иә, Келседі. Ал кешкісін кімдер келеді? қонақтар келеді. Қонақтар келеді. Қалай? Балалар келеді. Кім не әкелді екен? Кім тақаға келіп, кім не әкелгенін біледі, қиғырап келе ғой. Экранды бетімаса ғой. Ал қарайды. Не әкелген екен? Торт, гүл әкелген екен. Жақсы, балалар, бұл мәтіннің тақырыбы туған күн. Неліктен туған күн деп аталды? Кімнің туған күнін тойлады? Әженің туған күні. Әжесінің туған күнін тойлады. Ал әже бізге тортпен ыстықтай шай ішін деп бізге шай жіберіп балалар. Қарайықшы, шай ыстық, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Ал ыстық шайды қалай ішеміз балалар? Үрлеу ішеміз, да? Олай болса мен қазір сендердің алдарыңа шайды берем, абайла ыстық, әжейдің сайы ыстық, абайла. Енді осынан қалай үрлейміз? Мен сендерге көрсетем, мұқият тыңдаңыз. Қалай? Маған қараймыз. Үрлеу жаттығу, міне. Мұрнымызбен терең дем аламыз, сосын ернімізді түтікшімізді үрлейміз, міне. Қара, мен көрсетейін, міне. Қара, ұйрат. Тағы сеп қарай. Енді шайымызды үрлейміз. Ал, 3 рет үрлейік. Ал, мұрнымызбен терең дем алың. Енді үрлей, шайды үрлей. Үрлей. Айдан өткен. Үфтен. Ой, жақсы, тағы да. Тағы. Тағы. Балалар, шайымыз суыды ма? Ішуге бола ма? Ал, шайдың дәмі қандай болады, балалар? Тәтті болады. Себебі бізге шайды кім дайындап берді? Әже. Әжеміз дайындап берді. Өте жақсы балалар. Олай болса мен сендерге балалар осым сыйым бар. Қараңыздаршы, менің қолымда не бар? Сиқырлы қорап. Сиқырлы қорап. Қараңдар. Қандай сиқырлы қорап. Ал сиқырлы қораптың ішінде не бар екенін қазір білейік. Кел, кім қарайды? Қолымды саламыз, жайлап алсам. Жұмсақ. Орамал. Жұмсақ орамал дейді. Келесі. Ғибрат кел. Қатты ма, жұмсақ па? Жұмсақ кел. Айтана келе ғой. Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ. Жұмсақ екен. Балалар отыра ғой. Бұл не екен, балалар? Бұл орамалды кім тағады? Әже. Апа деп тұрғанымыз әже, да? Анамыз, әжеміз тағады екен. Өте жақсы. Балалар, олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымыз әже. Одан бұрын мен сендерге мынадай әженің дорбасы бар, балалар. Дорбада не бар деп ойлайсыңдар? Қараңыз. Қара. Қатты ма, жұмсақ па? Қатты. Ал, ұста, біреуін шығарам. Қатты. Иә. Ала біреуін. Балалар, бұл асық. Бұл асықпен не істейміз? Ойнаймыз, қазақтың ұлттық ойынды. Ал бүгін асықпен балалар басқаша пайдаланамыз. Асықпен бүгін сендер әр тапсырманы орындаған сайын асық беріп отырамын. Сол асықты жинай отырып, сабақ соңында өздерін бағалайсыңдар. Ал мына қоржын, осы қоржынға асықтарыңды жаңа алған салып қоямыз. Міне, бір қоржын. Және тағы бір-бірден асық бергім келіп отыр, жаңа үй тапсырмасына бәрін де жақсарсыңдар. Жақсы, қоржынға саламыз.
әже өлең жазған біздің апамыз Фариза Оңғарсынова дұрыс. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы Атырау облысында дүниеге келген. Фариза апамыз балаларға арнап өлеңдер жазған, аналар толарға өлең жазған. Бүгінгі оқитын, танысатын өлеңіміздің тақырыбы әже. Ақпанның 13-і әже Фариза Оңғарсынова. Мен оқиын, сендер мұқият тыңдаймыз, болды қоямыз. Ал мұқият тыңдайды. Әже Фариза Оңғарсынова. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді тәттіні де жасырып. Тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім. Мен ұйықтарда айтады ертегісін, әндерін. Біздің үйде осындай әже тайым бар менің. Жақсы балалар. Әже деген кім? Әже деген Я? немере. Анамыздың анасы, сосын әкеміздің анасы. Яғни сендер әженің немересіңдер. Ал мен де әжемін балалар. Мен де сендер сияқты тәтті немерелерім бар. Ал балалар, бұл өлеңде әже туралы. Әже немересі тентек болса ашуланады, егер жақсы іс қылса қуанады, мақтан тұтады. Үнемі әжесі тәттілерін тығып кімге сақтап жүреді? Немерелеріне сақтап жүреді. Ал шартарда не айтады? Ән айтады, сосын ертегі оқиды. Өте жақсы. Олай болса, әжеміздің әнін тыңдай болайық. Ары қарай жалғастырамыз. Әлди ақ бөгін, ақ есікке жатудың, жыламдығын жалап, жүрек шағып берейін. Байқұлтанның құйрығын, жүнге тағып берейін. Әлди ақпағын, қойдың жүні қалпағын, жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағын. Әлди ақбөгін, ақ бесікке жат бөгін, жылама бөгін жылама, көзім жасым болама. Әлди көрпешім, қозы жүзді көрпешім, жұрт сүймесе сүймесін, өзім сүйген көрпешім. Осы білістік жыры әнмен сендер де өстіңдер. Әжелермен үйге барғасын, маған қандай әлде бесік жырын айтып бердің деп әжелерінен сұраңдаршы, сендерге тағы да айтып беретін болады. Ал олай болса, жаңа тақырыпты қалай түсіндік? Мен сұрақтар қояйын, сендер жауап беруге тырысамыз. Неге әжесі ашуланады? Неге ашуланады? Бұзық болып, айтқанында Өте жақсы. Ал неге не істегенде қуанады? айтқанында бұзылмай, тәрбие болып жүреді. Өте жақсы. Әжесі нені тығып жүреді ме? Тәттіні жақсы көреміз ба? Иә, бәріміз де тәттіні жақсы көреміз. Ал ұйықтарда не айтады әжеміз? Әлде, ертегі айтып береді. Ал осы өлең неліктен әже деп аталған? Кім туралы айтылған себебі? Кім туралы айтылды? Әже туралы айтылды. Олай болса, әженің суретін таптыңдар ма? Бесікте ән айтып отырған. Бесікте тербетіп ән айтып отырған бет қайда? Ашамыз ғой, міне белгі тұр ғой. Аштыңдар. Қайшы әже деген өлең?
міне әже деген осы өлеңмен таныстық балалар. Ал осы өлеңде балалар бізге таныс емес жаңа сөздер бар екен. Осы жаңа сөздермен жұмыс жасайық. Жаңа сөздер. Тентек. Тентек сөздің тағы бір мағынасы бар екен. Бұзық, ашынып, ашуланып, асырып, мақтап, жасырып, тығып. Ал осы өлең шумағында әже не қылды? Тентек болсам ашынып, бұзық болсам, жақсы іс қылсам асырып. Яғни тентек болсам ашынып, ашынып деген ашуланып деген мағынаны білдіреді. Қандай қимылмен көрсетейікші? Ağımız, qabağımız tüyüp, aşulanayıq mı? Qabaq tüyüp, qara. Aşulanğanda da osılay болады. Тентек болуға бола ма? Болмайды. Ал жақсы іс қылсам асырып, мақтайды, құлыншағым, құлдығым, қошақаным деп мақтайды. Және тығып, жасырып, кәмпиттерін жасырып бізге әкеліп береді екен. Өте жақсы. Олай болса, дәптерімізді ашайық, сөздік жұмысын жасамыз. Аш. Ашамыз. Қаламшағымызды аламыз. Мен белгілеп берген сөздерді жазамыз. Ал, әдемі олып жаза қойып. Жаза қойып. Өте жақсы. Әжейме жазған үшін. Асығымды берейін, асығым салып қой. Болың ба? Аяқтан ба? Қарамсаңнан болды. Қарамсаңын жат, дәптерін жат, шетке қой. Өте жақсы. Саған да бір асық. Не? Айданам да болды ме? Саған да бір асық. Қарау. Балалар, бұлай болса, кішкене қолымыз жасаңызға, қолымызға тұрайын. Сені күнсәтім осылай тұр. Тұрайын. Әжемнің ермегі дейді. Жібиыру, шайылу, көзілдір. Ал мен бірге қайталаймыз. Бірінші жібиіреміз. Қара, мен айтамын. Ал бірге жасаймыз. Жібиіреміз. Тағы, күлімсірейміз бір-бірімізге. Неге көңілсіз болып тұрсыңдар? Жібиіреміз. Шайғамыз жаңа ыстық шай әкелді әжеміз. Қалай қойған екен әжеміз? Міне шай кесені осылай ұстайды да. Өте жақсы. Көзілдіріп. Міне. Әжеміз саған көзілдіріп солай ма? Ол кім? Әжетайым. Әжені істейміз? Жақсы көреміз. Өте жақсы. Отыра қойайық балалар. Мына оқулықтағы тапсырманы орындайық. Суретке қара. Тірек сөздерді қолданып, әже туралы өз сөзімен айтып бер. Тірек сөздер әже, немере, кітап. Екінші, балаға әжесі ұйықтарда не айтып береді дейді. Ал осы тапсырмаларды мен сіздерге дайындап қойдым. Ол дәптерлерді ашып, ортасында әркімге әртүрлі тапсырма бердім балалар. Сол тапсырманы орындаймыз. Айдана сен мына көлеңкесіне суреттерді тауып орналастырасың. Ал Ғибрат, сен мына суреттерге қарап отырып, сосын сөйлем ойластырасың. Ал сен мына суретке қарап, жаңа өлең. Осы түсіндіріп алуға тырысасың, жақсы ма? Мына суретке жаңа не айттық? Дайынсың ба? Кел тақтаға шағыр. Орналастырама суреттеріңді. Қандай суреттер? Бірінші қай сурет? Алтындай. Ал енді дауыстап айтсам, естілмей қап дауысын. Түштіретім. Әже, әже, оқыды. Әже, өте жақсы. Ол немере дейміз. Ал сен тақтаға шыға бол.
Al bunu saya karab. Tak koydum da. Koyalım. Әже мүкесіне ертегі айтты, өлең айтып берді. Сосын? Сосын тәттісіне тық қойды. Әже баласына ашуланады. Бұзық болуға болмайды. Тәртіпті жүру керек. Ақылды болу керек. Болды. Өте жақсы. Өте жақсы. Ал енді Айдана не істедің? Өте жақсы. Міне Айдана да тауыпты. Кітап. Жақсы балалар. Енді әже деген сөзді күн жақты көрсетеді. Әже деген сөзді. Сен жаза қойшы кеспе айтып келмей. Тақтаға. Ал сендер. Сендерге мына кеспес әтіштерді берейін. Мына әтіштерді орналастыра қойын. Жақсы ма? Қазір асықтым. Қазір асықпа. Орналастырып қой, сосын айтасың. Әже. Оқиға. Әже. Өте жақсы. Әже. Қайсы орналастырдың ба? Әттерді орналастыра қой. Әні тап, жыны тап, ені тап. Қоя орнына. Қайсы орналастырдың ба? Яқ деген сөз? Әже. Әже. Өте жақсы. Таптың ба? Әже. Өте жақсы. Ал менің балаларым қандай керемет, а? Міне. Енді балалар әже туралы тағы да не айта аламыз? Әже деген кім екен сонда? Әже деген анамыздың, әкеміздің анасы. Ал сен кімдерсіңдер әжеге? Немересіңдер. Әжелерің бар ма? Әжеңді жақсы көресің ба? Әжеңді жақсы көрейін. Жақсы. Енді балалар, үйге тапсырма осы әже өлеңін оқып, мына тірек сөздер бар ғой. Әже, немере, және кітап деген. Сол тірек сөздер пайдалана отырып, үйден әжелеріңе, аналарыңа оқытып, түсіндіріп айтуға дайындалып келеміз. Түсінікті ма балалар? Енді балалар, бері қараймыз. Асықтарымызды санайық. Сен де кешен. Бәрін де сабаққа жақсы қатысыңдар. Жақсы деп бағалаймын сендерді. Жақсы ма балалар? Енді балалар. Мына қарайшы тақтаға. Кімдерді көріп тұрмыз? Әжелерді көріп тұрмыз. Бір әже қалай көріп тұр? Қуанып тұр. Екінші әтсе салып тұр жағдайды. Ал үшінші әтсе түсінбедім дейді. Ал сендер сабақты түсіндіңдер ма? Сабақ көңілді болды ма балалар сендерге? Ал олай болса, қай әжені таңдайсың? Келесі, ғибрат келі ғой. Ал Айдана. Келі ғой. Опа.
сиқырлы сандығын беріп жіберіпті. Көреміз ба сиқырлы сандықта не бар екенін? Қорқып отырған жоқпыз ба? Сандықтан қорқып тұрған жоқпыз ба? Ашуға кім ашқысы келеді? Ал келе бал. Әженің сандығында не бар екен? Ала балам, бәрін ала. Оңыз. Жаңа не дедік? Әжем тығып, жасырып, бізге не сақтап жүрек дедік? Тәттілерін! Олай болса, әжесінің тығып қойған сандықтар тәттілерін беріп жіберді. Кел! Осыма толғанша. Кел, Айдана. Айдана, қалды ма? Осыма толғанша. Сен азап қалдың ба? Брат, ренжіп қалдың, брат. Соларға істеп келмей қалғасын деседі. Олар тапсырмасына орындататынын Кімнің аты ғой? Сабыр. Қашанды нәлі жеңіл ғой. Ау. Қайтадан ертең деген осыны спектакль. Жеңіл түрдегі. Сәуірде спектакль жүргізген мамасын шақырдым.